Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың әлеуметтік желілеріне жазушылар. Сіздермен бүгінгі тікелей эфирде Касенова Әсел Игілікқызы, Солтүстік Қазақстан университетінің, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, магистр. Бүгінгі эфирде біз сіздермен салауаттылық, өмір, негізі тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Жалпы салауатты өмір салты дегеніміз ол денсаулық ұғыммен екеуі бірде-бір тұспа-тұс жүретін ұғым деп айтуға болады. Яғни салауатты өмір салтын денсаулық ұғымынан ажыратуға болмайды. Салауатты өмір салтын тоқталмас бұрын ең алдымен біз сіздермен денсаулық. Жалпы денсаулық дегеніміз не? Денсаулық дегеніміз ол адамның ағзасындағы, жалпы қазақ халқы айтады, денсаулық ол зор байлық деп. Жалпы денсаулық дегеніміз адамның ағзасындағы рухани, әлеуметтік, психикалық толық аман есендікті айтамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы бойынша жалпы денсаулықтың ол адамның ағзасындағы тек қана физикалық кемістік емес, жалпы функционалдық қызметтік жүйелердің белгілі бір қалыпты деңгейде қызмет атқара білуін айтамыз. Денсаулықтың жалпы бірнеше түрлерін ажыратуға болады. Біріншісі рухани денсаулық, яғни рухани денсаулық дегеніміз адамның ішкі жан дүниесінің байлығы, толық аман есендігін біз сіздермен рухани денсаулық деп атаймыз. Келесі психикалық денсаулық. Жалпы адамның ағзасында психикалық деннің сау болуы, ол адамның ағзасындағы жүйке жүйесі ауруларының, белгілі бір ақаулардың болмауын атап өтуге болады. Үшінші жалпы әлеуметтік денсаулық. Әлеуметтік денсаулық дегеніміз қазіргі қоғамда белгілі бір адамның өзінің қоғамдағы өмірін таба білуі. Не болмаса, Абай Құнанбаев атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та бар қалан демекші. Яғни адамның өз қоршаған ортада өзінің мамандығы бойынша жұмыс істеп белгілі бір деңгейде белестерден, биіктерден көріне білуін әлеуметтік дені сау адамдардың қатарына жатқызамыз. Жалпы адамның салауатты өмір салтын сақтауы ол негізгі адамның денінің сау болуын біріншісі. Екіншісі адамның осы өмірде ұзақ өмір сүруін қамтамасыз етеді. Жалпы денсаулыққа кері әсер ететін бірнеше факторларды атап өтуге болады. Ең бірінші қазіргі кезде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жалпы ғалымдардың пайымдауынша денсаулыққа кері әсер ететін фактор бірінші ол гиподинамия факторы. Яғни латын тілінен аударғанда гипо дегеніміз аз, динамика дегеніміз қимыл қозғалыс. Жалпы қазіргі кезде ғалымның, медицинаның, кез келген саланың ғарыштап дамуына байланысты барлық жүйелер автоматтандырылып жатыр. Сондықтан қазіргі кезде адамдардың қимыл қозғалысының тапшылығы белгілі бір адамның ағзасында аурулардың пайда болуына алып келуде. Соның ішінде нақты айта кететін аурулар ол жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, қан қысымының жоғары болуы, тағы көптеген аурулардың пайда болуына алып келеді. Жалпы қазіргі кезде осы гиподинамияның алдын алу үшін кез келген адам көп қимыл жасау керек. Яғни қимыл қозғалысы адамның ағзасында көп болу керек, спортпен шұғылдану керек, салауатты өмір салтын сақтану керек. Бұл бірінші мәселе, яғни дүние жүзі бойынша аталып отқан. Екінші мәселе денсаулыққа зиян келтіретін ол ұтымсыз тамақтану. Қазіргі кезде бәрімізге анық, мәлім, қазіргі кезде жаңағы тағамдардың полуфабрикат дейміз, жаңағы жартылай пісірілген тағамдарды жеуіміздің нәтижесінде адамның ағзасында көптеген ас қорыту жүйесінің аурулары пайда болып жатыр. Сондықтан ұтымсыз тамақтану ол денсаулыққа өзінің кері әсерін тигізеді. Бұл екінші фактор. Үшінші фактор қазіргі кездегі экологиялық факторларды жатқызуға болады. Ол жаңағы ауаның лас болуы, судың таза болмауы, бұл да денсаулыққа өзінің кері әсерін тигізеді. Келесі денсаулыққа кері әсер ететін фактор ол жаңағы зиянды әдеттер. Зиянды әдеттер ең бірінші атап өтетін болсақ, ол темекі шегу. Яғни темекінің бәрімізге мәлім адамның өмірін қысқартатыны, жалпы темекі адамның тыныс алу жүйесіне, соның ішінде өкпе мүшесіне кері әсер ететіні бәрімізге мәлім. Келесі алкогольдік ішімдіктер. Жалпы алкогольдік ішімдіктерді көп қолдану, шамадан тыс қолдану ағзаның әлсіздеуіне, жүйке жүйесі қызметінің нашарлауына,
тыныс алу жүйесіне, қан айналым жүйесіне, зәр шығару жүйесіне өзінің кері әсерін тигізіп жатады. Бұл төртінші фактор. Бесінші фактор қазіргі кезде жаңағы біздің денсаулығымызға кері әсер етіп жатқан фактор, ол стресс, күйзеліс дейміз, яғни Ганселенің айтуы бойынша жалпы күйзеліс дегеніміз ол адамның ағзасындағы жалпы жүйке жүйесінің дегі қызметтердің бұзылуы. Стресстің бірнеше түрлері болады, барымызге мәлім, яғни абыржу, күйзеліс, тағысындағы осы стресстік, қазіргі уақыттағы стресстік факторлардың адам ағзасына әсер етуі, ол адамның ағзасындағы жалпы қызметтік жағдайлардың, тыныс алудың, жүйке жүйесінің, жалпы денсаулықтың нашарлауына алып келетін бір фактор болып табылады. Жалпы салауатты өмір салтын қалыптастыру ол әр адамның өзіне байланысты, жеке басына. Салауатты өмір салтын ұстану келесі қағидалардан тұрады деп айтуға болады. Жалпы ең бірінші адамның денінің сау болуы ол адамның өзінің жеке басына байланысты. Яғни адам белгілі бір күн тәртібін сақтайтын болса, зиянды әдеттерден аулақ болатын болса, ұтымды тамақтанса, күн тәртібін сақтаса, дене шынықтырумен айналысса күнделікті, онда адамның дені сау болады. Жалпы салауатты өмір салтын қалыптастыру кез келген уақытта ол адамның жасына, жыныс ерекшелігіне, жалпы қоршаған ортаға байланысты емес, ол өз адамның жеке басының өзіне байланысты. Жалпы ғалымдардың дәлелдеуінше адамның денінің сау болуын егерде проценттік жүктейтін болсақ, жалпы 100% деп алатын болсақ, жалпы адамның денінің сау болуы 50% ол адамның салауатты өмір салтына байланысты. Қалған 50%-ын жүктейтін болсақ, яғни оның 20% тұқым қуалаушылық факторлар, егерде ата-анасы белгілі бір аурулармен ауыратын болса, тұқым қуалайтын, мысалы гемофилия ауру бар, қан қысымының жоғары болуы, тағы да басқа тұқым қуалайтын аурулармен ауыратын болса, одан туған бала, ұрпақ міндетті түрде белгілі бір тұқым қуалайтын аурулармен ауырып туатыны бәрімізге мәлім. Бұл 20% тұқым қуалаушы факторларға байланысты. 20% ол жаңағы экологиялық факторларға байланысты. Жоғарыда айтып өткендей, ол лас ауа, судың таза болмауы, бұл 20% әсер етеді адамның ағзасына. Тек қана 10% ол жаңағы медицинаның қолында. Біз барлығымыз айтамыз, жаңағы барлығымыз халық ауырғаннан кейін барып қана медицинаға көрінеміз. Яғни белгілі бір ауруды асқындырып алғаннан кейін барып қана біз сіздермен арнайы медицина бөлімдеріне жүгінеміз. Сондықтан бұл өте теріс пікір. Кез келген адамның денінің сау болуы, ұзақ өмір сүруі, ол ең бірінші адамның өзінің жеке басына байланысты. Яғни адам өзінің жеке басының гигиенасын сақтай білсе, екінші күн тәртібін сақтаса, яғни уақытында тұрып, уақытында ұйықтап, уақытында ұтымды тамақтанатын болса, онда адам жаңағы салауатты өмір салтын сақтап, ұзақ өмір сүруге мүмкіндігі болады. Кез келген жағдайда, жалпы қазіргі таңда айтатын болсақ, кез келген жағдайда адамның денсаулығының мықты болуы, ол ең бірінші жаңа адамның өзінің жеке басына байланысты. Жалпы қорыта келе, адамның салауатты өмір салтын ұстануы, біріншісі ол адамның тәнінің саулығына, екіншісі адамның рухани байлығына, әлеуметті денсаулығының жоғары деңгейде болуына алып келеді. Назарларыңызға рахмет.